Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді әрі тойымды салат баклажан салатын дайындайтын боламын. Ауызашарға міндетті түрде осы салатты жасап, жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен баклажанды жіп-жіңішке етіп турап шығамыз. Сосын салқын суға тұз салып, жақсылап араластырып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін помидорымызды майдалап турап алдым. Оның үстіне укроп қостым. Және де майонезге сарымсақты майдалап турап қосып, барлығын жақсылап араластырып шықтым. Баклажанның суын сырғытып алу үшін қағаз салфеткаларын пайдаланатын боламыз. Видеода көрсетілгендей барлығын осылай қағаз салфеткасына төсеп, суын сылып аламыз. Сонда баклажандарымыз жұмсақ, әдемі болып қуырылатын болады. Қызып тұрған майымызға баклажанымызды жұмыртқаға осылай малып алып, қызартып пісіретін боламыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ, сәл ғана қызарып пісуі керек. Баклажандарымыз өте жұмсақ, әдемі болып пісті. Баклажанның бетіне майонезді жағып, оның үстіне помидорды салып, осылай орап шығамыз. Өте оңай әрі дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Салатымыз дайын болды. Мен сәндік ретінде зубочисткаларды тығып шықтым. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.